Менің аты-жөнім Тажбенова Ләззат Жолдыбаевна, Ақтөбе қаласынан келіп отырмыз. Осы жұлдызайға екінші рет қатысып отырмыз. Былтыр 2022 жылы облыс бойынша бірінші орын алдық та, республика бойынша орын ала алмадық. Енді биыл біз осы 2023 жұлдызай фестивалінде екінші орынға ие болдық. Біз ым-ишара тілінде номинациясы бойынша келіп отырмыз. Біздің тобымыздың аты Аяла тобы. Бұл топта 9 бен 10 жас аралығында ым-ишара тілінде ән айтуды ұнатады. Енді жалпы басқа балаларға қарағанда ым-ишара тіліндегі әнді үйрету оңай емес. Бірақ өздерінің балдарының қабілетімен, өздерінің ән айтуға деген құлшынысының арқасында осы балдар өздері осындай үлкен жетістікке жетті деп ойлаймын. Мен жалпы 28 жыл болды жұмыс істеп жатқан осы Аяла тобы құрылғанымызға 3 жыл болды. Әрине, айырмашылығы үлкен жер мен көктей. Себебі енді өздері естімейтіндіктен оны осы балалардың ым-ишара тілінде беретін мұғалімдер, өзіміз ұстаздар, өзімізді көп үйренетініміз бар, үйретіп жатырмыз. Жалпы оңай емес, әр балаға ол әнді жеткізу, жан дүниесін жеткізіп, соны айтқызу үлкен еңбек. Осы жұлдызай фестивалінде жалпы ұйымшылдықтары жақсы күтіп алды, жақсы орналастырды. Енді мына дайындық кезеңі жақыны осы өзіміз жатқан қонақ үйінің қасында екен, жақсы оны ойластырған. Сол 5 минуттың ішінде барып боламыз дайындалатын жерге. Бәрі өзі адамдары, ұйымдастырушылары, жауапты адамдары күтіп алады, дайындатқызады, бәрі ойлады, жақсы. Қиындық әзірге ешқандай қиындық болған жоқ. Мен негізінде өзім қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бас кезінде мен 2 жылдай жалпы мектепте істедім. Осындай балдарды мен сол мектепте істегенде бір іс-шарада көрдім. Содан осы балдарды ұстаздарының үйретіп жатқаны, сол балдарға ым-ишара тілінде әндері, сабақ беру, бәрі өзіме бір ұнап, әрі деген бір балаға деген мейірім, қуаныш сыйлау деген сезім болды. Әрі сол балдармен маған жұмыс істеу өте қызық болды. Өмірде маған бір алға қарай жетелейтін бір мақсат сияқты болып өзім ойладым да, әрі екінші осы мамандық бойынша дефектология бөліміне түсіп, осы мектепте соны жұмыс істей бастадым. Енді маған өте өзіме ұнайды осы балдар, әрі бізде мектеп-интернат болғандықтан осы балдар бізде сол қыркүйектен бастап маусымға дейін, сол майдың аяғына дейін кетеді үйлеріне. Сол уақытқа біздің қарамағымызда болады, тәрбиемізде болады, сабақ береміз. Осы көбінесе бізбен болады. Біз сіз айтқанда жаңағы екінші ата-анасы деген, ата-анасы, анасы есебінде біз өздері сөйтіп есептейді. Олар демалысқа барғанда да бізді сағынып, қайтайды телефонға жазып. Енді кейбір ата-аналар түсінеді, кейбір ата-ана бұлардың ым-ишара тілінде түсінбейді. Сондықтан көбінесе бізбе хабарласып, өздерінің жаңағы ішкі сезімдерін, өздерінің ойларын айтып отырады. Осы мына лауреат атанып, бәріміз қатысып жатырмыз. Қай номинациясы болсын, бәріміз өте қуаныштымыз. Осы әрбір ұстаздың еңбегі зор, әсіресе осылай мүмкіндігі шектеулі, ерекше балалармен әр мұғалімнің, ұстаздың еңбегі зор деп айтам. Бәрімізді осы балалар үшін еңбек етіп, осы балаларды жалпы балалармен бірдей қылып, ешқандай айырмаса екен дейміз да. Айырмашылықтары болмаса екен, бәрі бірдей ойласа екен балалардың деп. Сондықтан осындай жұлдызай фестивалін ұйымдастырып, осындай балалар үшін де өте керемет фестиваль деп ойлаймын. Осы Қазақстан бойынша ең керемет фестиваль. Осы бәрі балалар жыл сайын күтеді осы фестивальға қатысып, өздері өнерлерін көрсетіп. Енді 1-2 күн ішінде осы марапаттау болды. Номинация бойынша балалар қуанып, лауреат атанып, бірінші, екінші, үшінші. Енді осы бүгіннен бастап гран-при
гран-при иегерін анықтап жатырмыз, әлі дауыс беріп жатырмыз. Енді бәріне де сәттілік, бәріміз ойдағыдай 1 маусымда болса гала концертіміз болады, керемет. Жұлдызай фестивалін осы келешекте тек өрлей берсін, өне берсін, өркендей берсін, тек биіктен көріне берсін. Осындай фестивальда балаларға жалғыз Жұлдызай фестиваль емес, біздің елімізде, Қазақстанымызда осындай ерекше балаларға әртүрлі осындай іс-шаралар, байқаулар көп ұйымдастырса екен дейміз. Барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Менің атым Тамирис. Жасым 11-де. Ақтөбе қаласында. Қуанышта болдым. Қуанышта болдым. Барлығына денсаулық, сәттілік тілеймін.